нені вообще ойды алып тастағанын қалаймын. Ондай Сандуғаш мына жерде не қылып жібердіңдер? Оп-оңай нәрсе ғой, міне саған сұрақ қойды, дәл осы айтқан нәрсеңді Бақбергенге қарайсың да, дәл осы нәрсені айтасың. Алып қашу деген нәрсеге 30-ға 40-қа келсе де, ол деген жаман нәрсе ғой Бақберген дейсің. Болды, сол жерде Бақберген дұрыс қой дейді, тема жабылады. Немене бір детский сад қылып жібердіңдер мына жерде ше? Бір андай сені алып кетемін жүр, кәмпит беремін деп алдаған адам ұқсап қорқып отырсыңдар да ше? Просто әңгімені сендермен сонда ауыр әңгімелерді айтуға болмай ма? Ауқымды әңгімелерді ақылдасуға болмай ма? Ауқымды әңгімелерді ақылдаса болды, сразу мен алып қашады деген сөз емес қой ол. Дәл осылай Сандуғаш жауап бересің, ол сені түсінеді болды. Сен если түсінбей жатса өйстіп айтқан кезде, сол кезде мәселе шығар ортаға Сандуғаш. Мені түсінбей жатыр, мен қорқып жатырмын, алып қашып кетеді сияқты деп. Бұның қай жері ауқымды емес, Аяна қаршы Сандуғаш айтсаңшы. Бұның қай жері ауқымды емес деп ойлаймын да. Негізі қазіргі таңдағы ауқымды нәрселердің бірі ол алып қашу. Алып қашу дейтін не? Бұл еріксіз бір қызды өзінің үйіне келін қылып алып келу. Ол дейтін жігіт қандай болу керек? Менімен тәкаппар болу керек. Ол өте қате дүние негізі. Қазір осы жерде шешіп алмаса, Аян, бір-екі күнде мүмкін біз Сандуғаш көрмей қалатын да шығармыз. Осы жерде алып шыққан дұрыс. Мысалы, кім Бақберген, менің ойымша, Балауса ханым, Бақберген ұзатылып алуға да болады ғой, негізі алып қашу негізі қазір келісіммен де болады. Ал былай еріксіз алып қашу дейтін мен ойымша Аян қазір осы жерде талқыланатын дүние деп ойлаймын. Бұл енді дұрыс, қараш, дұрыс, сен дұрыс айтып жатсың. Қазір ол заңға қайшы нәрсе, адамның өзінің еркінен тыс нәрсе. Дұрыс. Мен мына жерде нені айтып жатыр? Мәселе қыл. Бұл ортада Сандуғаштың қорқып қалатындай зат болған жоқ деп атында Бақберген жай қазір ойын білгісі келді да, жарайды Сандуғаш келсін осы жерде сұрасын, ақыры осы жерде айтылу керек нәрсе болса. Міне осындай нәрсе айтылды. Қалай ойлайсыздар деп талқыға салсында Сандуғаш бүйтеді, түбегейлі бір қарсы болған сияқты, мен қорқып қалдым, мені алып қашып кетеді сияқты дейді да, ондай нәрсе көрсетіп тұтқан жоқ қой. Сабырлы, байсалды, өз-өзінің ісіне жауап беретін түп-түзу ер азамат келіп отыр да, оны үйтіп сонша бір айтқан ақылдасқысы келген сөзіне бола, үйтіп айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді қараш, мысалы қара, Бақберген мен Сандуғаш бір машинада отырады, дұрыс па? Бір машинада бір жерге барады. Сен қалай ойлайсың, Бақберген алып қашып кетпеу мүмкін деп ойлайсың ба? Ол любой момент алып кетуі мүмкін. Сондықтан Сандуғаш мына жаққа шығарып отыр да, мені алып қашып кетуі мүмкін. Маған өйткені Бақберген былай айтты деген сияқты үндеу деп ойлаймын да. Сондықтан да бұл жерде мысалы Сандуғаш осы жерде бұл нәрсені айтты да, ортақ мәселе қылып, Бақберген бұдан кейін алып қашып кетпейді дейтін менде бір ой түйін. Диас, онда үйтіп қорқып өмір сүретін болса, онда вообще отырмасын бұл жерде. Ешқандай жігітпен ешқайыққа шықпасын. Ешқандай жігіттің машинасына отырмасын. Қорқып жүре беріңдер сөйтіп. Бұл деген, бізді қорғайтын заң бар біріншіден қорғайтын заң бар. Қаншама адамдар бар жаныңда. Тем более елдің көз алдына келіп отқан ер азамат. Ақыры қорқатындарың бар ма? Жігіттің машинасына да бармаңдар. 1 километрден телефонмен сөйлесіңдер. Болды. Үйтіп проблема қылып жібердіңдер сендер. Сен дарда еркексің да, сен дарда еркексің.